Егер сіз үйіңізге жаңа ыдыс, табалар сатып алғыңыз келсе, мына ыдыстарды алуға кеңес бермес едім. Біріншісі эмальмен қапталған кастрөлдер. Эмалированный ыдыстардың сыры ұшып, жарықтар пайда болып, тот басып, яғни коррозия пайда болмайынша ол зиянсыз болуы мүмкін. Бірақ эмальдің сыры ұшып, жарықтар пайда болуына ешкім кепілдік бере алмайды. Ал сыры жарылып, ыдыста коррозия пайда болса, зиянды қалдықтар тағамға түседі. Екінші, жабыспайтын тефлон антипригар табалары. Жылумен қыздырылған кезде зиянды канцероген шығарады. Бұл денсаулыққа теріс әсер етуі мүмкін. Антипригар табасында уақыт өте келе сызаттар пайда болса, гормональды бұзылыстарға себеп болады. Келесі алюминий ыдыстар. Алюминийді көп қолдану адамның ми қызметтері, сүйек пен қанға гормональды бұзылыстарға әсер етуі мүмкін. Барынша аз қолдануға кеңес беремін. Төртіншісі, жұқа тот баспайтын болаттан, яғни нержавеющий сталь маркалық белгілі бір номері болмаса, бұл да ағзаға зиян. Өйткені олар көбінесе тамақ өнеркәсібінде жарамсыз тот баспайтын болаттан жасалады. Есіңізде болсын, сапалы тот баспайтын болат кастрөллері 18-ден 10-ға дейінгі марка сандармен белгіленеді. Тек сол ыдыспен сіз кез келген тамақты пайдалы етіп жасай аласыз. Және шойын қазандары, табалары да ағзаға зиянсыз болып келеді. Ақпарат пайдалы болды деп ойлаймын. Осыған қатысты толық ақпаратты менің YouTube арнамнан көре аласыздар. Осындай пайдалы ақпараттан қорғалмас үшін каналыма және парақшама тіркеле кетіңіз.